Енді тіл жағынан біраз қиындықтар болды. Ол кезде енді жалпылама орысша біраз басымдау болатын. Бірінші жылы грантқа түспей қалдым. Кішкене қиындықтар болды, кішкене үйренбедім, ортаға үйлеспедім, ата-анамды сағындым. Содан екінші. Қиын болды, аяқ асты болды. Ауырып қалдым, сосын ойланбастан Тайваньға бардық. Біздің қазақта айтады ғой, қазақта екі ауыр, біреуі көз тиген, біреуі суық тиген деп. Негізі кей кезде оған да сенуге болмайды. Мен мысалы енді бала тәрбиесі маңызды деп ойлаймыз. Енді бала кішкентайынан ананың мейірімінде өскені жақсы ғой. Ананың тәрбиесі бөлек, әкенің тәрбиесі бөлек болады деп ойлаймын. Біз енді кішкентай кезімізден Қытайда туылып өскеннен кейін ол жақта қандай нәрсе дәмді, қайсы нәрсе қыздар жақсы көреді, соның бәріне солардың көбін жақсы түсінеміз де. Соған сұранысқа ие заттарды көп алып кіру